Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен пайдалы әрі оңай дайындалатын асқабақ кашасының рецептімен бөлісемін. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Ешқандай өкінбейсіздер, әрі денсаулықтарыңызға өте пайдалы тағам. Біз бұл көкөністі күнде көріп жүргендіктен бұның пайдасын біз ұмытып кетеміз. Сондықтан мен сіздерге осы асқабақ туралы кішкене ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Асқабақ 90% судан тұрса, қалған 10% витаминдерден тұрады. Бұл дегеніміз калориясы аз деген сөз. Сондықтан бұл көкөністі диетада жүрген жандар қорықпай пайдалана берсе болады. Дегенмен де құрамында қант көп болғандықтан күнделікті 200 граммнан аспау қажет. Ол денеміздегі артық суды шығаруға көмектеседі және де углеводтардың қорытылуын тездетеді. Оның бауыр және өт жұмысын ретке келтіретін өте жақсы қасиеттері бар. Асқабақты жиі пайдалану көптеген ауруларға ем болады. Дегенмен де сахарный диабеттің тяжелый формасымен ауыратын кісілерге жеуге болмайды. Өйткені ол қандағы қантты бірден көтеріп жібереді. Күз мезгілінде қазір сезоны болғандықтан асқабақты қолданып күнделікті жеп отырыңыздар. Мен сіздерге осында каша рецептімен бөлісіп отырмын. Бұл каша өте дәмді шығады. Ешқандай қорықпаңыздар, дайындап көріңіздер, өте дәмді, керемет болады. Ешқандай қант қоспайсыз, басқа ештеме қоспайсыз артық. Тек сүтпен асқабақ болса болды және май қосып жей бересіздер. Асқабақты неғұрлым жұқа етіп турасаңыз, соғұрлым тезірек дайын болады. Осылай жұқалау етіп туралап бәрін дайындап аламыз. Одан кейін үстіне су құйып асқабағымыз піскенше қайнатамыз. Суды көп құюдан қорықпаңыздар. Егер суы көп болып кетсе, оны төкіп тастай саласыздар. Асқабағымыз дайын десе де болады. Енді үстіне тұз салып, сүтін құямыз. Тұзды көп салмайсыздар, тек дәмін шығару үшін ғана бір шымшым ғана салып жүрсеңіздер болады. Кашамыз піскен кезде үстіне май салып араластырамыз. Дайын болған кашаны осылай блендермен езетін болсақ, кішкене воздушный болып көтеріледі. Дайын болған кашамызды осылай тарелкаларға салып бере береміз. Үстіне май салсаңыз болады. Маған майы жеткілікті, сондықтан ешқандай май, ешнәрсе салмаймын. Орех салсаңыздар болады. Басқа да нәрселермен салып әсемдеп бере берсеңіздер болады. Маған осылай ұнайды, ешнәрсе қосылмаған түрі. Өте керемет, өте дәмді болады. Жасап көріңіздер, ешқандай өкінбейсіздер. Баршаңызға ас болсын. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар, рахмет.